Құрметті тыңдармандар, бұл дұрыс сөйлейік атты бағдарламалар циклы біздің сұрағымызға жауап беретін тіл маманы Анар Мұратқызы. Анар ханым, енді сөйлеу тіліндегі қателер жайлы айтсақ. Енді бұл өзі сөйлеу тілі деген замат айттық қой. Бұл екеу ара тұрмыстық қарым-қатынаста жүзеге асырылатын бір стильдің бір ерекше тармағы. Бұл тек қана ауызша түрде ғана орындалады бұл қарым-қатынас. Оның жазба түрі болмайды. Жазба түрі бар деп айтатындар болса, олар тек қана көркем әдебиеттегі кейіпкерлердің диалогтарын келтіру мүмкін, бірақ ол бәрібір жазба мәтінге түскенде өңделеді. Ал күнделікті қарым-қатынаста, күнделікті тұрмыста біз сөйлеу тілін тыңдасаңыз, ол кәдімгі тілдің әдеби нормасынан мүлде басқа жүйемен құрылады. Мысалы қараңыз, алдына барасың ба, артына барасың ба деген сұрақты сіз қазір мен қойсам түсінбейсіз. Егер біз көлікте тұрсақ, сіз бірден түсіне қойса, алдыңғы орындықты айтып тұр екен ғой, артқы орындықты айтып тұр екен ғой деп. Бұл жерде міне грамматикасы да өзгеше, лексикалық қоры да мүлдем басқаша болып кетеді кей кездері. Әрине әдеби тілдің лексикалық қорымен қоғамдық көлікте кейде артын аша сал дейді. Иә, осы сөзге қатысты ойлану керек. Сөйлеу тілінде осылай қолданысты, осылай қысқа түрде, сол контекстте, сол жердегі адамдарға түсінікті болатын етіп айту дұрыс. Артына отырасың ба, алдына отырасың ба деген контекстте. Бірақ енді аш деген етістікпен артын деген сөзді тіркестіріп айту кейде дөрекі естіледі. Сондықтан осындай ғана жағдаяттарда, осындай ситуацияларда ойланып қалған дұрыс, ойланып сөйлеген дұрыс. Мүмкін есікті ашасыз ба деген дұрыс болар. Артқы есікті деп айтқанда тұрған ештеңке жоқ. Артқы есікті ашыңызшы деп. Ал бүгінгі енді бағдарламада біз көбінесе сөйлеу тіліндегі қателердің, әсіресе мынау тілді жаңа үйреніп жүрген, орыс тілді ортадан қазақ тілді ортаға жаңа келгендердің тіліндегі қателер туралы айтсақ деймін. Өйткені тыңдармандарымыздың сондай адамдар болуы мүмкін ғой, соларға пайдалы болсын. Жақсы, мен осы сізден сұрағым келіп отыр. 5 бармақ деген дұрыс па, әлде 5 бармақ деген дұрыс па? Самат, мен сенің көңіліңді қалдырайын, 5 бармақ та дұрыс емес, 5 бармақ та дұрыс емес. Қалайша? Өйткені қазақтың дәстүрлі мәдениетінде ол тағамның аты ет деп аталады. Ет асайық, еттің наны дейді, еттің сорпасы дейді. 5 бармақтың сорпасы, 5 бармақтың наны деп айтпайды. Енді осы сөзді жаңа айттық қой, орыс тілді ортада көп жүрген қазақтар қолданады. Қазақи ортада ешкім өзінің атадан келе жатқан асын ешбір қазақ 5 бармақ деп атамайды. Бұны қайдан тарап кеткен? Бұл мынау алғаш қазақ жеріне қоныс тепкен орыс ұлт өкілдерінің арасында қазақтардың 5 саусағын малып енді етті қолмен жеп жатқанын көреді ғой. Сонда қонақ болып отырады. Сол кезде қазақтар айтады: "Же, мына 5 саусағыңмен же" дейді. Олар енді әдеттегідей қасыққа жүгірген кезде айтқан сөзі содан барып 5 бармақ болып, 5 бармақ болып кеткен. Деген енді осындай этимологиясын осылай түсіндіретінде адамдар бар. Мен енді сол этимологияны түсіндірген кісілерді қолдаймын. Қазақтар ешқашан өзінің дәстүрлі, ең құрметті асын 5 бармақ деп атамаған. Сондықтан мынау қазақи ортаға келген кезде осы сөзді айтпаған абзал. Айтпаған ал. Ет асу дейді, қазақтың еті дейді. Еттің, енді айттық қой, еттің наны, еттің сорпасы дейді. Бұл орыс мәдениеті тұрғысынан біздің ұлттық асымызға берген атау. Бұндай құбылыстар тілде көп. Мысалы біздер өзіміз мынау Қытай мемлекетінің ұлт өкілдерін қытайлар дейміз, Егер сіз қытайларға осы сен қытайсың десең, ол қатты ренжиді оған. Өйткені ол өзін ханзумын деп атайды. Ханзу. Мен ханзумын дейді. Қытай деген ол пәс, төмендету сияқты. Сол сияқты біздің етімізді 5 бармақ десем, мына мен біздің ренжіп қаласыз. Ренжіп қаламын, иә. Сол осы сияқты мынау әсіресе орыс тілді қазақтардың қолданысынан еніп кеткен мынандай бір қате бар. Сөйлеу тілінде көп кездесіп жатады. Үлкен рахмет деп айтып жатады. Жасыратын жоқ, оның танымалдылығы соншалық, тіпті кейде мен де байқамай үлкен рахмет деп қалам. Сол кезде менің әріптестерім мен жөндейді. Бұл калька ғой, большое спасибо дегеннен шыққан. Қазақтар үлкен рахмет айтпайды, қазақтар көп рахмет айтады деп. Көп рахмет деген таза мына қазақи ұғымдағы алғыс білдірудің формасы. Сондай-ақ міне кеш жарық дегенде тура осы біздің қазақи форма. Былай қарағанда логикаға салсаңыз кешіңіз жарық болмайды ғой, бірақ кешің жарық болсын деп тілейді. Ал бірақ бір өкініштісі біз кейде мына орыс тілінің әсерімен қайырлы кеш деп айтып қалып жатамыз. Осындайлардан сақ болу керек. Осындай бір қате қолданыстардың ішіне мен жанұя деген сөзді де жатқызар едім.
Бір қызық, сабақ беріп жүргенімде студенттерім жанұяңыз жақсы ма деп сұрап тұрады. Құлаққа бір түрлі жат естіледі екен. Үй ішіңіз аман ба деген сұрақтың орнына жанұяңыз жақсы ма дейді. Құлаққа бір түрлі естілетін себебі өзі қазақтың әдеби лексикалық қоры нормасында, әдеби лексикалық қорында бұл сөз кейінгі кездер ғана пайда болды. Тіпті тәуелсіздік алғаннан кейін ғана пайда болды десек те болады. Ал шын мәнінде қазақ отбасы дейді, үйелмен дейді. Үйелмен деген сөз Қыз Жібек жырында бар. Үйелменіңмен өліп тенгір деген. Сонда ол үйелмен деген үйелменді, сүйелменді деген де сөздер бар, осыдан пайда болған, осыдан жасалған. Бұл деген үйелмен деген бір үлкен отбасы, әулет дегенді білдіреді. Үй іші деген сөйлеу стилінде көп қолданатын сөз. Үй іші аман есен бе деп жатады. Ал енді жанұя қазіргі кезде белсенді сөз болып бара жатыр, бірақ ол жасанды. Қазақтың сөз жасау үрдісіне онша сәйкес келмейді дер едім. Өйткені біз мұсылман мәдениетінің өкіліміз. Ал ислам канондары бойынша жанның ұясы қай жерде екені туралы әңгіме қозғау, ол сакралды тақырып. Өйткені пайғамбарымыздың хадистерінің өзінде жанның материясы туралы, жанның қайда орналасқандығы, қайда кететіндігі туралы ізденудің өзі бұл енді мұсылмандық жолға жат деп айтып кеткен. Ол бір Алланың құпиясы деп. Сондықтан мен осы сөзді естігенде кішкене енді бір түрлі қиналып қалам. Одан да отбасы деп айтқан дұрыс. Дұрыс екен, жақсы айттыңыз. Көп рахмет, Анар ханым. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.